Қара мейіздің пайдасы мен тағамдық құндылығы қандай? Қара мейіздің қандай пайдасы бар? Қара мейіз анемияны емдейді, қан қысымын реттейді, жүрек денсаулығын қорғайды, қант диабетін басқарып, есте сақтау қабілетін жақсартады және қатерлі ісікке қарсы потенциалы бар. Достар, видеоны соңына дейін көріңіз. Сіз естіп білмеген ақпарат болады деп сенемін. Қара мейіз дегеніміз не? Қара мейіз ол қара коринфтік тұқымсыз жүзімді күн астында немесе кептіргіште кептіру арқылы алынады. Ол басқа мейіз сорттарына қарағанда қара түсті, өткір және тәтті болып келеді. Кептірілген қара жүзімнің тағамдық құндылығы қандай? Анемияны емдейді. Қара мейіз қандағы темір мөлшері, қандағы гемоглобин деңгейін жоғарылатады. Күнде бір уыс қара мейіз жеу дененің күнделікті темір қажеттілігін қанағаттандыруға көмектеседі. Қара мейіздің пайдасы: олардың бірі холестеринді төмендету қабілеті. Оның құрамында еритін талшық түріндегі холестеринге қарсы қосылыстар бар. Ол холестеринді ағзадан шығарып, оған денсаулық береді. Қан қысымын реттейді. Гипертония көптеген күрделі мәселелерге әкелетін, ағзадағы ең жиі кездесетін мәселелердің бірі болып табылады. Қара мейіздің жүрекке пайдасы: жүрек денсаулығын қорғайды. Үнемі қара мейіз жеу бұл өте пайдалы. Бұл жүрек денсаулығын сақтай алатын диеталық талшық пен полифенолдың көзі болып табылады. Денсаулық пен аурудағы липидтер журналдағы зерттеу мақаласы қара мейіз жеу ағзаға айқын пайдалы әсер етуі мүмкін екенін көрсетеді. Бұл пайдалы қасиеттер жүрек денсаулығын сақтауға тиімді, қант диабетін басқарады. Қара мейіз төмен және орташа гликемиялық индекс. Бұл жеміс құрамындағы көмірсулардың қандағы қант деңгейіне айтарлықтай әсер етпейтінін білдіреді. Сонымен қатар, әртүрлі зерттеулер қара мейіз бұл қандағы қант деңгейін реттеуде өте пайдалы екендігі дәлелденді. 2015 жылғы зерттеуде өңделген тағамдардың орнына мейіз, оны тұтыну екі типті қант диабеті бар адамдарға глюкоза деңгейін жақсартуға көмектесетіні анықталды. Есте сақтау қабілетін жақсартады. Егеуқұйрықтарда мейіз Иран, Австралия және Канададағы зерттеу орталықтары тұтынудың ми тініне әсерін анықтау үшін жануарларға зерттеу жүргізді. Нәтижелері: қара мейіз бұл оның жад пен танымды жақсартуға көмектесетін тамаша антиоксиданттық қасиеттері бар екенін көрсетті. Қара мейіздің тістерге пайдасы: қара мейіз тістерді қорғайды. Бұл тістерге өте пайдалы болып келеді. Оның құрамында ағзаға қажетті фитохимиялық заттар бар. Қара мейіз оның ең жақсы артықшылықтарының бірі. Ол тіс шегісінің алдын алады, микробтармен және тіс қуысымен күреседі. Ол сонымен қатар тіс шегісін тудыратын бір қатар бактериялардың көбеюіне жол бермейді. Іш қатуды басады. Қара мейіз ол нәжістің көлемін арттыратын және оның өтуін жеңілдететін диеталық талшықтың жоғары мөлшерін қамтамасыз етеді. Бұл ас қорыту жолдарын тазарту арқылы іш қатуды жеңілдетуге көмектеседі. Ол сондай-ақ газдың жиналуына байланысты пайда болуы мүмкін ісінуді азайтуға көмектеседі. Қара мейіз сүйектерді нығайтады, сүйектерді қорғауға көмектеседі. Мейіз үлкен сома кальций. Сүйектердің ең маңызды құрамдас бөлігі кальций болып табылады. Кальций сүйек жұмысының денсаулығын сақтауда маңызды рөл атқарады. Бұл минералдардың жетіспеушілігі остеопороз сияқты ауыр сүйек бұзылыстарын тудыруы мүмкін. Қара мейіз бұл біздің денеміздегі кальций деңгейін жоғарылатуы мүмкін. Көз денсаулығын жақсартады. Қара мейіз оның құрамында көптеген антиоксиданттармен қамтамасыз ететін ең жақсы фитонутриценттер бар. Бұл элементтер көз денсаулығы. Бұл көзге пайдалы және көзді тиімді қорғайды. Ол тотықтырғыштар мен немесе бос радикалдар әсерінен көздің зақымдалуын емдейді. Сонымен қатар, жасқа байланысты көру қабілетінің жоғалуын азайтуға көмектеседі. Қара мейіз энергия береді. Көптеген адамдар спортпен айналыспас бұрын қуат алады. Қара мейіз жегенді жөн көреді. Суланған мейіз жеу денені лезде жасарта алады.
Қарамейіз бүйректің денсаулығын сақтайды. Қарамейіз бүйрек тастарының пайда болуын алдын алатыны белгілі. Ол организмнен токсиндерді тазарту және оларды шығару арқылы жұмыс істейді. Бұл процесте көп су ішу және холестерині төмен тағамдарды қабылдау кезінде тастарда жоғалады. Қышқыл мәселесін емдейді. Қарамейіз асқазанда жоғары қышқылдық өндіріспен күресуге болатын табиғи үй құралы болып табылады. Рефлюксті реттейтін және асқазанды босаңсытатыны белгілі. Магний және калий қамтиды. Ол сондай-ақ газдың жиналуына байланысты пайда болуы мүмкін ісінуді азайтады екен. Қарамейіздің инфекция қаупін төмендетуі. Қарамейіз құрамында катехин деп аталатын полифенолды антиоксиданттар бар. Ол инфекцияларға сезімталдықты төмендетеді. Бұл қосылыстар инфекция тудыратын бактериялар немесе вирустармен күресу үшін микробтық қасиеттерге ие, сондықтан денені суық тию мен жөтелден қорғайды. Катехиндердің қатерлі ісік ауруының алдын алатыны да белгілі. Қарамейіздің қанды тазартатын табиғи қасиеттері бар. Бұл жүйеден токсиндер мен кірді кетіруге көмектеседі. Қарамейіздің шашқа пайдасы. Темір денеде және шаш фолликулаларында қан айналымына көмектеседі. Бұл шаш өсу функцияларын реттейді және шаштың жұқаруына жол бермейді. Шаштың табиғи қара түсін сақтайды. С дәрумені мен темір әртүрлі минералдардың сіңуіне көмектеседі және шаш талшықтарын терең нәрлейді. Бұл шаштың жалпы денсаулығын сақтап қана қоймайды, сонымен қатар шаштың табиғи түсін сақтайды. Қарамейіз ол сондай-ақ зақымдануды болдырмау үшін шаш фолликулаларын қалпына келтіре алады. Мейізді жалпы кептіргіштерде кептіру арқылы алады. Бұл процесс жүзімнің алтын, жасыл немесе қара түске айналуына мүмкіндік береді. Табиғи тәтті мейіз ол жеңіл тағам ретінде жейді және торттар мен печенье сияқты кондитерлік өнімдерге қосылады. Йогурт, жарма және гранола сияқты тағамдарда қолданады. Достар, кез келген нәрсенің жақсы және зиянды жақтары болады. Мейізді шамадан тыс қолдануға болмайды. Ол жүректі айнытуы мүмкін және диарея, асқазан ауыратын кісілерге өте көп мөлшерде жеуге болмайды. Достар, егер сіздерге ақпарат пайдалы болса, арнаға жазылыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Қазақша арнаның дамуына үлес қосыңыз. Сіздің болмашы және оңай әрекетіңіз бізді қуантады және шабыт сыйлайды. Достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.